Көрініс, тәуелсіздіктің таңы. Кейіпкерлер: ата, бір бала, екі бала, ана, әке. Көрініс басталады. Балалар үйде ойнап жүр. Анасы мен әкесі бір нәрсеге дайындалып жатыр. Кенеттен теледидардан еліміздің әнұраны ойнай бастайды. Бәрі бір сәтке тоқтап, теледидарға қарайды. Әнұран біткен соң, бәрі қайта өз істеріне кіріседі. Bir bala: әке, ана, неге әнұран ойнап тұр? Анасы: бүгін ерекше күн ғой, балам. Бүгін Қазақстанның тәуелсіздік күні. Әнұранды сол үшін ойнатып жатыр. Екі бала: тәуелсіздік деген не? Осы сәтте ата сырттан кіріп әңгімені естіп қалады. Ата: тәуелсіздік деген сөз үлкен мағынаға ие, балалар. Қане, мен сендерге айтып берейін. Ата үлкен орындыққа жайғасып, балалар атасының жанына келіп отырады. Ата: еліміз тәуелсіздік алғанға дейін әрқашан еркіндікке ұмтылып, тәуелсіз ел болуды армандадық. Бірінші бала: сонда адамдар неге тәуелсіз болуды қалады, ата? Ата: себебі, балам, тәуелсіздік бұл бостандық. Адамдар өздерінің тілімен сөйлеп, өз дәстүрлерін сақтап, өз елін басқаруға мүмкіндік алғысы келді. Екінші бала: бірақ қазір біз тәуелсізбіз, иә. Ата: иә, қазір біз тәуелсізбіз. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. Бұл күн біздің тарихымыздағы ең ұлы күндердің бірі болды. Бірінші бала: ата, сен сол кезде қуанды ма? Ата: әрине, балам. Сол кезде біз бәріміз ерекше қуанышта болдық. Әрбір қазақ сол күнді армандап келді. Тәуелсіз ел ретінде дүние жүзіне танылдық. Екінші бала: ал қазір біз не істеуіміз керек? Ата: қазір, балалар, сендер осы тәуелсіздікті сақтап қалу үшін жақсы оқып, еліңе қызмет етуге дайын болуларың керек. Сондықтан әрқайсың елімізді сүю, тарихымызды білу және дәстүрлерімізді құрметтеу арқылы өз үлестеріңді қосасыңдар. Бірінші бала: мен Қазақстанды қатты жақсы көремін. Мен өскенде елімізді қорғағым келеді. Екінші бала: мен де. Біз тәуелсіздігімізді ешқашан жоғалтпауымыз керек. Ата: күлімсіреп: дұрыс айтасыңдар, балалар. Сендер еліміздің болашағысыңдар. Әрқайсыларың өз білімдерің мен еңбектеріңмен елімізді гүлдендіруге үлес қосасыңдар. Еліміз мәңгі тәуелсіз болсын. Ата мен балалар орындарынан тұрып дастарханға отырады. Анасы дастарханға ұлттық тағамдарда келеді. Ана: қане, енді бәріміз тәуелсіздік күніне арналған шағын тойымызды бастайық. Көрініс соңында отбасы дастархан басында тәуелсіздік күніне арнап бірге дастархан жайып мерекені жалғастырады.